Өрт сөндіруші әлемдегі ең қиын мамандық. Бұл салада еңбек ететін адамға үлкен жүрек керек. Бұл туралы бағдарлама барысында егжей-тегжей білетін боласыздар. Өрт сөндіруші бұл игі мамандық. Ол тартылатын баспалдақпен көтерілуді, қалың түтінде қозғалуды ғана емес, ең қиын сәтте өз өмірін қатерге тігуге дайын адам. Яғни ол керек кезде отпен күресетін жауынгер, адамды аман алып қалатын құтқарушы және көмек көрсететін дәрігер ретінде қол ұшын созуы тиіс. Оқиға орын алған жерде ең бірінші өзінің өмірін бәйгеге тіге отырып, өзгенің өмірін құтқарып, ең бірінші орында ол адам құтқару болып табылады. Адам құтқару, материалдық құнды заттарды құтқару, қауіпсіз жерге шығару, эвакуациялау жұмыстарымен айналысады. Бұл жұмыста ұсақ түйек деген ұғым жоқ. Әрбір минут маңызды. Бөлімшеге қоңырау келіп түскенде жиналуға 20 секунд уақыт бар. Апат орнына келгенде өрт сөндірушілер алдымен адамдарды құтқарып, оларды қауіпсіз аймаққа көшіріп, су тапаншаларын қосып, жалынға қарсы тұрады. Әр жағдайға өзіндік ереже керек. Бұл ретте мамандар арасында оқу-жаттығу іс-шаралары жүйелі түрде ұйымдастырылып жүр. Қала гарнизонының аумағында барлық осы күрделі ерекшелігіне қарай түрлі объектілер бар. Сол объектілерде өрт тактикалық сабақтары, өрт тактикалық жаттығулар болып тұрады. Сол жаттығу сабақтарда біз өзіміздің тәжірибемізді шыңдап, әрі қарай дамытып, білімімізді жетілдіріп тұрамыз. Міне, адам өміріне араша болуды ғана ойлайтын өрт сөндіруші осындай мәртебелі мамандық. Нағыз маман шаршаудың не екенін білмейтін, мүмкін емес деген сөзді айта алмайтын адам. Ендеше сындарлы сәттерге дайын болсаң ғана осы саланың майталманы бола аласың.